бай Қазақстаннан қайыр сұраған күйі. Қазақстан табиғи ресурстарға бай мемлекет болғанына қарамастан, президентіміз дүние жүзін аралап, шетелдік инвесторларды елімізге қаржы салуға үгіттеуге мәжбүр. Оның негізгі мақсаты Қазақстанды әлемге таныстырып, елімізде бизнесті дамытып, экономиканы көтеру. Әрине, Сауд Арабиясы да шетелдік инвесторларды белсенді түрде өз еліне тартып отыр. Бірақ олардың ұстанымы басқа. Тартылған капитал мен экономиканы әртараптандырумен мұнайға тәуелділікті азайтуды көздейді. Оған қоса цифрлар төлемдер, блокчейн, энергетика, туризм сияқты жаңа бағыттарды дамытуға күш салып отыр. Ал бізде инвестиция тарту стратегиялық даму емес, қажеттіліктен туындаған шара іспетті. Сондықтан табиғи ресурстарға бай елдің басшысы әлемді аралап қаржы іздеуге мәжбүр. Алайда сырттан келген инвестиция ел дамуына күткендей серпін беріп отыр деуі қиын. 2026 жылғы 19 ақпанда FactCheck.kz аналитика сайтында тәуелсіз экономист Рахимбек Абдрахманов Қазақстан минуста инвестициялар неге енді даму әкелмейді атты мақала жариялады. Автордың айтуынша, халықаралық валюта қорының елімізге қатысты соңғы есебіне сәйкес, Қазақстанның таза халықаралық инвестициялық көрсеткіші NIIP теріс деңгейде қалып отыр және оның одан әрі төмендеуі болжанып отыр. NIPP бұл шетелдіктерден Қазақстанға қанша қаржы салып, қаншалықты активтерді бақылап отырғанын және қазақстандық компаниялар мен мемлекеттің шетелде қанша активке иелік ететінін көрсететін көрсеткіш. Ол шетелдіктерден ел ішіндегі активтерді Қазақстанның шетелдегі активтерінен асып кеткен жағдайда теріс мәнге айналады. Бұл жалпы алғанда елдің сыртқы әлемге берешегі өзіне тиесілі сыртқы активтер көлемінен артық екенін білдіреді. 2025 жылы бұл көрсеткіш шамамен минус 74 миллиард долларды, яғни жиынның 24%-ын құрады. Ал 2030 жылға қарай минус 143 миллиард долларға жиынның 32%-на дейін жету мүмкін деген болжам.